Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар? Бүгін мен сіздерге мысық, әтеш және түлкі ертегісін оқып беремін. Ертеде әтеш пен мысық дос болыпты. Бір күні мысық орманға кетерде әтешке ескертеді: терезеден қарама, түлкі сені көріп үйіне алып кетеді. Түлкі мысық кеткеннен кейін терезеге келіп әтешті шақырады. Әтеш, әтеш, алтын айдарлы, терезеге қарашы, бұршақ саған берем. Әтеш шыдай алмай терезеден басын шығарады. Түлкі бас салады. Осы кезде әтеш айқайлап досын шақырады: мысық, досым, түлкі мені алыс орманға алып кетпек, көмектесші. Мысық әлі алыс кетпеген екен. Досының даусын естіп, қайта оралып келіп, әтешті құтқарады. Екінші күні мысық тағы кетеді. Түлкі мысық кеткеннен кейін терезеге келіп, әтешті шақырады. Әтеш, әтеш, алтын айдарлы, терезеге қарашы, бұршақ саған берем. Әтеш шыдай алмай терезеден басын шығарады. Түлкі бас салады. Осы кезде әтеш айқайлап досын шақырады: мысық, досым, түлкі мені алыс орманға алып кетпек, көмектесші. Мысық әлі алысқа кетпеген екен. Досының даусын естіп, қайта оралып келіп, әтешті құтқарады. Үшінші күні мысық әтешке: мен бүгін өте алысқа кетемін, сенің даусыңды естімеймін, түлкіге алданып қалма. Түлкі мысық кеткеннен кейін терезеге келіп, әтешті шақырады. Әтеш, әтеш, алтын айдарлы, терезеге қарашы, бұршақ саған берем. Әтеш шыдай алмай терезеден басын шығарады. Түлкі әтешті бас салады. Мысық үйіне қайтып келсе, әтеш орнында жоқ. Мысық досын іздеуге шығады. Қалың орманда түлкінің үйіне келіп, өлең айтады. Түлкі өлеңді тыңдап қалғанда, әтеш ку-ка-ри-ку деп айқайлайды. Мысық әтешті алып, үйіне аман есен қайтады. Осылай достар өмір бойы бірге болады. Құрметті балалар, осымен біздің бүгінгі ертегіміз аяқталды. Егер де менің ертегім сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.